Армысыздар достар, hi friends. Мотивациялық сөздердің көмегімен ағылшын тілін үйрететін English plus Motivation авторлық жобамның 4-ші сабағы. Сонымен сіздердің назарларыңызға бүгін ұсынатын ағылшынша нақыл сөз Don't regret the past. Just learn from it. Яғни қазақша мағынасы өткенге өкінбе, тек одан сабақ ал. Құрметті достар, сіздерге түсінікті болу үшін әр сөзге жеке-жеке тоқталып түсіндірейін. Мына жерде етістік regret өкіну. Ал don't regret, яғни болымсыз сөйлем, өкінбе. Don't деген болымсыз сөйлем жасап тұр. The past өткен шақ. Just тек қана. Learn үйрену, сабақ алу. From it одан, бұдан. It деген ол бұл, from яғни наннен, тантен, данден. From it одан, бұдан. Тағы бір қайталайық. Don't regret the past. Just learn from it. Өткенге өкінбе, тек одан сабақ ал. Құрметті достар, араларыңызда мені танымайтындарыңыз болса, осы бейне жазбаны алғаш көріп отырғандарыңыз болса, өзімді таныстыра кетейін. Менің толық аты жөнім Ернат Мелісұлы. Мен мына ағылшынша тіл сындыру кітабының авторымын. Бұл ағылшынша тіл сындыру кітабы қазақта шыққан тұңғыш өз бетімен үйрену құралы. Яғни сіз мұғалімнің, басқа бір репетитордың көмегінсіз ағылшын тілін өз бетіңізбен үйрене аласыз. Ең басты ерекшелігі қазақ тілі арқылы езбе, ереже, қасан қағида жоқ, қарапайым әдіс тәсілдермен үйретеді. Бар болғаны 3500 теңгеге осы кітапты ала аласыздар. Егер алғыларыңыз келсе, осы бейне жазбаның астына пікір қалдырып тапсырыс беріңіздер. Алсаңыздар, еш өкінбейсіздер. Сонымен достар, бүгінгі бейне жазбаның нақыл сөзін тағы қайталайық. Don't regret the past. Just learn from it. Өткенге өкінбе, тек одан сабақ ал. Құрметті достар, осы бүгінгі бейне сабақ көңілдеріңізден шықса, ұнатсаңыздар, лайк басыңыздар, бөлісіңіздер, таратыңыздар, осылайша маған қолдау көрсетіңіздер. Сіздерге табыс тілеймін. Good luck!